Сәлем достар, бүгін мен блиныдан осындай өте әдемі әрі дәмді торт пісіретін боламын. Және осы видео барысында сіздермен ішіне салма салуға өте ыңғайлы блиныдың құпиясымен бөлісетін боламын. Жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып алып, үстіне тұз салып, меренгі болғанша миксердің көмегімен көтеріп аламыз. Ал жұмыртқаның сарысына үстіне қант саламыз. Және сүт құямыз. Сүтті мен кішкене жылытып алдым. Сүт құямыз және де сұйық май құйып, миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Ұн салып, тағы да біркелкі болғанша, яғни ұнымыздың барлығы толық араласқанша миксердің көмегімен араластырып шығамыз. Мінекей бізде толық араласып болды. Және де жұмыртқаның ағында соғып болдық. Мінекей дәл осындай болады. Енді жұмыртқаның ағын 2 немесе 3-ке бөліп, үстіне саламыз, массамыздың үстіне. Және де тағы да араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз дайын болды. Енді табамызды ысытып, май жағып, блиныларымызды пісіріп аламыз. Блиныларымызды орташа отта пісіреміз. Сол кезде біздің блиныдың ортасы шикі болмай, толықтай пісіп шығатын болады. Мінекей бір жағы пісті, енді келесі жағына аударамыз. Дәл осылай барлық блиныларымызды пісіріп шығамыз. Крем жасаймыз. Творожный сырдың үстіне сгущенка салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстіне клейге, яғни сливки құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Мінекей біздің барлық блиныларымызды пісіріп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай теп-тегіс мінекей осылай болып шығады. Яғни біздің кез келген тәтті немесе еттен жасалған салманы салуға өте ыңғайлы болады. Торт салатын арнайы ыдысымызды дайындап алдық. Және осындай 18 диаметрлі форманы аламыз. Және блиныларымызды бірінші дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз. Төртеуін төрт жаққа осылай орналастырамыз. Және де ортасына бір блиныды жібереміз. Ортасына кремімізді салып, жақсылап жағып шығамыз. Екінші слойымызды саламыз, және де оның үстіне кремімізді салып, кез келген үйде бар жидектерді салуға болады. Менде бұл жерде малина бар, соны осылай қолмен ұнтап салып жіберіп тұрамын. Дәл осылай өзімізге қажетті биіктікке дейін тортымызды жинап шығамыз. Енді осылай басында салған блинылармен тортымыздың бетін жауып шығамыз. Формамызды алып тастаймыз. Және де бетін кез келген өзіміздің фантазиямызда әдемілеуге болады. Мен осылай малиналарды үстіне қойып шығамын. Және де тортымыз дайын болды. Мінекей қазір кескенде қандай болатынын сіздерге көрсететін боламын. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, және ұнап жатса мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, және каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.